Харри Харрисон, полицейлік робот. Бұл табытқа ұқсайтын салмағы 1 тоннадай көрінетін үлкен фанера қорап болатын. Бұлшықет жігіт жүк көлігінің жүргізушісі оны полиция бөлімінің есігіне итеріп жіберді де тіркеу кітапшасынан басын көтеріп артынан айқайладым. Бұл не деген сұмдық? Мен қайдан білемін деп жауап берді ол кабинаға секіріп. Менде рентген жоқ, мен тек тауар жеткіземін. Бұл зат жерден таңғы зымыранмен келді, мен басқа ештеңе білмеймін. Ол қажетінен тезірек ұшып, қызыл шаңды аспанға ұшырды. Джокер деп күңірендім. Марста әзілкештер тым көп. Үстелден тұрып қорапты еңкейтсем, шаң тісімді қайрап қалды. Бастық Крейг шуды естіген болуы керек, кабинетінен шығып, қорапқа бей-жай қарауға көмектесті. Сен бұл бомба деп ойлайсың ба? Деді ол зеріккен үнмен. Бізді кім жарып бергісі келеді? Тіпті осындай көлемдегі бомба бар ма? Және ол жердің өзінен болса керек. Бастық менімен келісіп басын изеп қорапты айналып өтті. Сыртында еш жерде қайтару мекен-жайы болмады. Ақырында лом іздеуге тура келді. Мен оны көтергенде ол оңай секіріп еденге құлап кетті. Біз Недті алғаш рет көзде көрдік. Біз оны бірінші рет емес, соңғы рет көрсек, әлдеқайда бақытты болар едік. Қақпақты қайтадан жауып, бұл затты жерге қайтарсақ. Енді мен Пандора қорабы нені білдіретінін білемін. Бірақ біз сол жерде тұрып, оған жаңа қақпаға қойлар сияқты қарап тұрдық. Ал Нед қимылсыз жатып бізге қарады. Робот, деді бастық. Жіңішке байқау, сіздің полиция мектебін бітіргеніңіз бірден байқалады. Ха-ха-ха. Енді оның не үшін келгенін біл. Мен колледжді бітірген жоқпын, бірақ бұл хатты тез табуға кедергі болмады. Оның жәшіктердің біріне салынған қалың кітаптың ішінен шығып тұрды. Бастық хатты алып, еш шынтасыз оқи бастады. Солай де, United Robotics роботтар дұрыс пайдаланылса, полиция қызметкері ретінде баға жетпес көмек көрсете алады. Екенін дәлелдеу үшін аузынан көбік ағып жатыр. Олар дала сынақтарын өткізгенімізді қалайды. Бекітілген робот соңғы эксперименттік үлгі. Құны 120 мың. Екеуміз де роботқа қайта қарадық. Оның орнына банкноттар көргіміз келген сол бұл құлшығынымыз басып етті. Бастық қабағын түйіп, ернін қимылдатып, хат соңына кейін оқыды. Мен роботты фанера табытынан қалай шығаруды ойладым. Бұл эксперименттік үлгі ме жоқ па білмеймін, бірақ механизмі әдемі көрінді. Барлық көк түсті, теңіз киімінің түстері, розеткалар, ілгектер және тағы басқалар алтын жалатылған. Бұл әсерге жету үшін біреуі көп жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ол формадағы полиция қызметкеріне қатты ұқсайтын, бірақ карикатуралық ұқсастық жоқ. Полиция белгісі мен тапанша ғана жетіспейтін сияқты. Содан кейін мен роботтың көзінің линзаларында әлсіз жарқырауды байқадым. Осы уақытқа дейін бұл нәрсені өмірге әкелетіні менің ойыма келмеді. Жоғалатыны ештеңе жоқ. Сондықтан мен қораптан шық! Робот зымыран сияқты тез және оңай ұшып кетті де менен 2 фут жерге қонды да мені ақылмен қарсы алды. Полициялық тәжірибелік робот сериялық нөмірі XPO 456-934B кезекшілікке дайын, сэр. Оның дауысы құлшынан басы дірілдеп, маған оның серпімді болат бұлшық еттерінің ызылдағанын естігендей болдым. Оның тоттаспайтын болаттан жасалған терісі және миға арналған сымдар бар болуы мүмкін. Бірақ мен үшін ол нағыз жаңадан келген полиция қызметкері сияқты көрінді. Мұнда кезекшілік. Оның үстіне ол ер адамдай 2 қолы, 2 аяғы және киімнің түсіне сәйкес келетін түсті. Маған көзімді сәл қисайту ғана қалды. Ал менің алдымда біздің бөлімдегі жаңа полиция қызметкері, мектепті жаңа бітірген ресми күлшіңіз танытқан Нед тұрды. Мен бұл құмардан құтылу үшін басымды шайқадым. Бұл тек қана ақылдылар өздерінің ойын сауық жинаған 6 футтық машина. Тыныш ал, Нед, дедім мен. Ол маған әлі сәлем берді. Еркін, осындай еңбекқорлықпен сен шығатын клапанның грыжасына ие боласың. Дегенмен мен мұнда жай сержантпын, ал мына жақта полиция бастығы. Нед солға бұрылды да тез әрі үнсіз бастыққа қарай сырғи берді. Бастық оған әзірлік туралы баяғы есепті тыңдап, әлгі кісідей қарады. Қызық, оның қолынан басқа бірдеме келе ме? Әлде сәлем беріп рапорт бере ме? Деп бастық роботты айналып өтіп қызға барап посттағы иттей. Полициялық тәжірибелік роботтардың функциялары, жұмысы және ақылды әрекеттері 184-213 беттеріндегі нұсқаулықта сипатталған. Нед дауысы 1 секундқа өшіп қалды.
Робот қорапқа сүңгіп, аталған дыбыс деңгейтін көрінді. Сол тармақтардың егжей-тегжейлі түсіндірмелерін 1035-1267 беттерінде де табуға болады. Бір отырғанда журналдың әзіл-қалжыңға толы бетін соңына дейін оқуға қиналған бастық қолындағы қалың кітапты тістеп алатындай айналдырды. Оның салмағын есептеп, байлауды сезініп, оның үстелімнің үстіне лақтырды. «Істе мынаумен бірдемені», деді маған кеңсесіне кетіп. Бастық ұзақ уақыт бойы бірде-бір тапсырманы орындай алмай, бұл жолы назарын шектеуге мәжбүр етті. Қызығып, кітапты парақтап шықтым. Мен роботтармен ешқашан айналыспадым, сондықтан мен олар туралы кез келген өлімнен артық білмедім. Мүмкін одан да аз. Кітапқа күрделі формулалар, электрлік диаграммалар және 9 түсті схемалар және тағы басқа оны зерделеу асқан зейінділікті талап етті. Ол кезде менің қолымнан келмейтін. Кітапты жауып, мен Найнпорт қаласының жаңа қызметкеріне қарадым. Есіктің артында сыпырғыш бар. Сен мұны қалай басқаратын білесің бе? Иә, мырза. Сосын бөлмені сыпырып, мүмкіндігінше аш-жан көтеруге тырыс. Ол тамаша жұмыс жасады. 120 мың тұратын көлікті қарап, темекі тұқылы мен құмды жинап алып, оны неліктен Найнпортқа жібергеніне таң қалдым. Бәлкім бүкіл күн жүйесінде бізден асқан кішкентай және елеусіз полиция бөлімшесі болмағандықтан шығар. Инженерлер дәл осы дала сынақтар үшін қажет деп сенген сияқты. Бұл зат жарылып кетсе де, оған ешкім мән бермейді. Бір күні ол туралы біреу хабар алады. Орын дұрыс таңдалған. Найнпорт белгісіздікте жоғалып кетті. Сондықтан әрине мен осындамын. Жалғыз нағыз полицей. Жұмыс жасалып жатқандай көріну үшін кем бегенде бір адам қажет. Бастық Алонсо Крейг пара бергенде ақшаны тастап кетпейтіндей ақылды. Біздің де екі күзетшіміз бар. Біреуі қартайған, үнемі мас. Біреуінің ерніндегі сүт әлі кеуіп үлгерген жоқ. Мен жер бетіндегі елордалық полицияда 10 жыл қызмет еттім. Неліктен кеткенім өз ісім. Мен осында Найнпортқа келу арқылы өткен қателіктерімнің құнын әлдеқашан төледім. Найнпорт бұл қала емес, ол тек жол бойындағы аялдайтын орын. Мұнда тек саяхатшыларға қызмет көрсететіндер ғана тұрады. Қонақүй ұстаушылары, өткірлер, жезөкшілер, бармендер, тағы басқа. Ғарыш айлағы да бар. Бірақ ол жерде тек жүк жұмырандар қонады. Әлі күнге дейін жұмыс істеп тұрған кеніштерден металл алу. Кейбір қоныстанушылар азық-түлік алу үшін келеді. Найнпортты ешқашан шынайы өмірді көрмеген қала деп атауға болады. 100 жылдан кейін бұл жерде құмнан бірдеңе шықса жақсы болар еді. Бір кезде Найнпорттың болғанының белгісі. Мен ол кезде қасымда болмаймын, сондықтан маған бәрібір. Мен тіркеу кітабына оралдым. Камераларда 5 адам бар, орташа аулау. Мен оларды жазып жатқанымда Фетс 6-шысын алып келді. Ғарыш айлағындағы әйелдер бөлмесіне қамалып, қамауға алуға қарсылық көрсетті, деді ол. Мас күйінде қоғамдық тәртіпті бұзу. Оны камераға апар. Фетс оның ырғағымен дірілдеп, құрбанын жетеледі. Фетс адамды қалай ұстағанын көргенде мен әрқашан таң қалатынмын. Әдетте галстугына олардан гөрі көп ақшасы болатын. Мен оның өлі-мас күйінде де, әбден есін жиған күйде де көрген емеспін. Осыған қарамастан оның бұлыңғыр кездер ешқашан ол камералардың күзетінде тұрды ма, әлде мастарды ұстады ма? Мұны ол тамаша орындады. Олар қай бұрышқа барса да, ол оларды табады. Күмән жоқ, өйткені түйсік оларды бір жерге жетеледі. Фетс 6-шы камераның есігін тарс жауып, монограмманы жазып қайта оралды. «Бұл не?» деп роботты нұсқады. «Бұл робот. Мен анасының зауытта берген нөмірін ұмытып қалдым, сондықтан оны Нет деп атаймыз. Ол қазір бізде жұмыс істейді». «Жақсы жұмыс. Біз шантырапты лақтырып жібергеннен кейін ол камераларды тазаласын». «Бұл менің жауапкершілігім», деді Билли бөлмеге кіріп. Ол таяқшасын ұстады да униформасының қалқасының астынан мұнайып қарады. Билли ақымақ емес еді. Табиғат оған ақыл парасатының есебінен қосымша күш берді. Енді бұл Неттің жауапкершілігі. Өйткені сен көтерілесің. Сен маған көмектесесің. Билли өте пайдалы болуы мүмкін, және оның спорттық құрылымын бағаладым. Менің түсіндірмесі оны жігерлендерді. Ол Фетстің қасына отырды да Неттің еденді сыпырып жатқанына қарады. Бір аптаға жуық жағдай осылай жалғасты. Біз Неттің сыпырып тазалап жатқанын бақылап отырдық. Әрқашан тәртіпке қамқорлық көрсететін бастық Неттің кеңсесін бұзатын көптеген есептерді және басқа құжаттарды бере алатынын анықтады. Неттің жұмысы көбейді. Біз оған үйреніп қалғанымыз сонша, оның барын әрең байқадық. Мен оның фанердан жасалған табытын қоймаға апарып, сол жерде өзіне ыңғайлы жатын бөлме жасағанын білдім. Қалғанының бәрі мені қызықтырмады. Робот нұсқаулығы менің үстелімде көмілген.
Мен оған ешқашан қарамадым. Егер мен оны оқысам, менде алда болатын үлкен өзгерістер туралы түсінік болған болар еді. Робот не істей алатыны және не істей алмайтыны туралы ешқайсыз ештеңе білмедік. Нед тазалаушы әйел мен кеңсе қызметкері ретінде тамаша жұмыс істеді және бұл болды. Бастық тым жалқау болмаса, іс ілгерілемес еді. Осының бәрі басталғаннан бері. Кешкі сағат 9 шамасында бастық үйіне енді ғана дайындалып жатқанда телефон шырылдады. Телефонды алып тыңдады да қойды. Гринбек ликер дүкені, оны тағы да тонап кетті. Олар тез арада келуіңді сұрайды. Бұл жаңа нәрсе. Әдетте ұрлық туралы бір айдан кейін ғана білеміз. Неліктен ол қытайлық Джоға ақша төлейді, егер оны қорғамаса? Неге қазір мұндай асқану бар? Бастық астыңғы ернін шайнап, қиналған соң ақыры бір шешімге келді. Барып, сонда не болып жатқанын көр. Қазір дедім. Бірақ сайтта ешкім жоқ, мен қайтып келгенше сіз оны бақылап отыруыңыз керек. Бұл болмайды, деді ол. Мен аштан өліп жатырмын, бірақ мені әлі де отыруым керек пе? Мен мәлімдеме қабылдауға барамын, деді Нед алға шығып, әдеттей ақылды түрде амандасып. Алғашында бастық қармағына іліккен жоқ. Тоңазытқышты елестетіп көріңізші. Ол кенеттен өмірге келіп өз қызметтерін ұсынды. Дәлелдерді қалай алмақсың? Деп күңкілдеді ол тоңазытқышты орнына қойып. Бірақ бұл түрік сұрақ түрінде болды де, және бұған тек өз ғана кінәлі болды. Тура 3 минут ішінде Нед бастыққа қарулы тонау немесе ұрлықтың басқа түрі туралы хабар алған кезде полиция қызметкерінің алғашқы тергеуді қалай жүргізетінін айтып берді. Бастық дөңес кездеріне қарағанда, Нед көп ұзамай Крейгтің аз білімнің шегінен шығып кетті. Жеткілікті, деп ақыры үреді бастық. Егер сен көп нәрсені білсең, неге мәлімдеме жасамайсың? Мен үшін бұл әдетте мектепке ақылды адамдарға айтылатын, егер сен соншалықты ақылды болсаң, неге бай емессің деген тіркесінің нұсқасы сияқты болды. Нед мұндай нәрселерді сөзбе-сөз қабылдап, есікке қарай бет алды. Осы тонау туралы маған арыз беруім керек дейсіз бе? Иә, деді бастық одан құтылу үшін. Недтің көк фигурасы есіктің ар жағында жоғалып кетті. Сен оны сыртқы түріне қарап, оның соншалықты ақылды екенін айта алмайсың, дедім. Ол ешқашан Гринбек дүкенінің қайда екенін сұрамады. Бастық басын изеп, телефон тағы шырылдады. Бастықтың трубкаға тірелген қолы оны автоматты түрде көтерді. Бір секунд тыңдады да, өкшесінен қан сорғалағандай беті бозарып кетті. Тонау әлі жалғасуда, деді ол ақырында қиналып. Гринбектің хабаршысы желіде не істеп жатқанымызды білгісі келеді. Мен, дейді ол, артқы бөлімдегі үстелдің астында отырмын. Қалғанын естіменін, өйткені мен есіктен шығып көлікке қарай жүгірдім. Нед дүкенге менен бұрын келсе, мыңдаған күтпеген жағдай болуы мүмкін еді. Атыс басталып, адамдар зардап шегеді. Ал мұның бәріне полицейдің орнына қаңылтыр банкі жіберген үшін полиция кінәлі болар еді. Нед бастығының бұйрығын орындап жүрсе де, бұл іс міндетті түрде маған жүктелетінін білдім. Марста ешқашан жылы болмайды, бірақ мен терлеп кеттім. Найнпортта 14 жол қозғалысы туралы заң бар. Мен олардың барлығын тіпті бір блокты жүргізбей бұздым. Бірақ мен қанша асықсам да, Нед жылдамырақ болып шықты. Бұрышқа бұрылғанымда, мен оның Гринбек дүкенінің есігін тербетіп ашып, ішке кіріп бара жатқанын көрдім. Мен тежегішті басып едім, олар сықырлады. Бірақ мен тек көрерменнің тағдырын көрдім. Дегенмен бұл да қауіпті болды. Дүкенді өтіп бара жатқан екі қарақшы басқарған. Бірі кеңсе қызметкері сияқты партаға еңкейіп, екіншісі оған сүйеніп қасында тұрды. Олардың көзге көрінетін қарулары жоқ еді. Бірақ есіктен көкнет пайда болған бойда олардың тойған жүйкелері шыдай алмады. Екі мылтық бір уақытта серпімді жолақтарда тұрғандай көтерілді. Ал Нед ізінен өлді. Мен тапаншаны алдымда жыртылған роботтың бөліктері терезеден ұшып кетуін күттім. Недтің реакция бірден болды. Менің ойымша полиция роботы осындай болуы керек. Қаруыңды тастаңыз, қамалдаңыз. Ол дыбысты толық дыбыс деңгейіне көтерген сияқты. Оның дауысы қатты шыққаны сонша құлағым ауырды. Нәтиже күткендей болды. Бір уақытта екі оқ атылды. Дүкен терезелері шырылдап ұшып кетті. Мен құлап қалдым. Даусынан мен олардың 50 калибрлы базукадан атып жатқанын түсіндім. Зымыран снарядтары оларды ештеңе тоқтата алмайды. Олар жолында тұрғанның бәрін жояды. Бірақ олар Недті мүлдем мазаламаған сияқты. Ол жай ғана көзін жұмды. Тар ұясы бар қалқан жоғарыдан көз линзаларына сырғыған. Содан кейін робот бірінші бұзақыға қарай жылжыды. Бірақ олар Недті мүлдем мазаламаған сияқты. Мен оның епті екенін білдім, бірақ қалай екенін білмедім. Бөлмеден өтіп бара жатқанда оған тағы екі снаряд түсті. Бірақ қарақшы қайтадан нысанаға алғанша оның мылтығы Недтің қолында болды. Бәрі бітті.
Әлсіреген саусақтарынан мылтықты жұлып алып сөмкесіне тастай бергенде, Нед кісенді суырып алып қарақшының білегіне қадап қойды. Екінші нөмірлі бұзақы есікке қарай жүгірді. Мен оны жылы қарсы алдым, бірақ менің көмегім қажет болмады. Ол жолдың жартысына да жете қоймаған кезде Нед оның алдынан шықты. Олар соқтығысты, қағып кетті, бірақ Нед тіпті тайсалмады. Ал қарақшы есін жоғалтты. Ол Недтің кісенін тартып, жолдасының жанына лақтырып жібергенін сезбеді. Мен ішке кіріп, Недтен мылтық алып, тұтқындау туралы ресми түрде растадым. Партаның артынан шыққан Гринбек осыны көрді және маған артық ештеңе керек болмады. Дүкен тізеге дейін әйнек сынықтарына толы. Ішімдіктің иісі бар. Гринбек өзінің қираған үстіне қасқырдай айқайлай бастады. Ол телефон соғу туралы менен артық білмейтін сияқты, сондықтан мен қойбадан шығып бара жатқан безеу жігітке жабысып қалдым. Ол қоңырау шалған. Оқиға мүлдем күлкілі болып шықты. Жігіт Гринбекте бірінші күн ғана жұмыс істеді және оның барлық тоңау туралы полиция емес, дүкенді қорғауға алған жігіттерге хабарлау керек екенін түсінген жоқ. Мен Гринбекке кішкентайды ағартуды және оның не істегенін көруін айттым. Содан екі бұрынғы қарақшыны да көлікке апардым. Нед олармен бірге артқы орындыққа отырды. Борандағы панасыз жетімдер сияқты бір-біріне жабысып қалды. Робот үндемей жамбасынан алғашқы медициналық көмек пакетін алып шығып, ұрыс қызған шағында алғашында ешкім байқамаған жараланған қаскөйлердің біріне таңып тастады. Біз кірсек, бастығы әлі бетінен қан кетпей отыр екен. Расында ол өлім сияқты бозарған еді. Сендер қамауға алдыңдар, деді ол сыбырлап. Мен оған бәрін айтып үлгермей тұрып, оның басына одан да қорқынышты ой келді. Ол бірінші қарақшыны кеудесінен ұстап алған, «Сен қытайлық Джонның бандасынансың ба?» деп бастық қырылдады. Қарақшы үндемеймін деп қателесті. Бастық оның бетінен ұрып, содырдың көзінен ұшқындар ұшып кетті. Сұрақты қайталағанда ол дұрыс жауап берді. Мен қытайлық Джоны білмеймін. Біз бүгін қалаға келдік және еркін әртістер, Құдайға шүкір, деді бастық жеңіл күрсініп орындыққа құлады. Оларды құлыптаңдар және ол жерде не болғанын тез айтыңдар. Мен қарақшылардың артындағы камераның есігін тарс жауып, дірілдеген саусағымды Недке көрсеттім. Міне батыр жалаң қолымен алды. Бұл күнәһар қоғамымыздағы робот емес, дауыл ізгілікті күш, сондай-ақ оқ өткізбейтін. Мен саусағымды Недтің кең кеудесіне апардым. Снарядтар тек бояуды қағып тастады, бірақ металда сызаттар жоқ дерлік. Бұл маған қиыншылық әкеледі, үлкен қиындық, деді бастық. Мен оның бопсалаушылардың тобы туралы айтып жатқанын білдім. Оларға қарақшылар ұсталғанда және олардың рұқсатынсыз мылтық атылғанда ұнамайды. Бірақ Нед бастықтың басқа проблемалар бар деп ойлады және түсіндіруге асықты. Ешқандай қиындық болмайды. Мен роботтардың қызметін шектейтін заңдарды ешқашан бұзған емеспін. Олардың менің схемама енгізілген және автоматты түрде әрекет етеді. Қаруды алып зорлық зомбылық жасаймын деп қорқытқан адамдар біздің заңдарда ғана емес, адами заңдарды да бұзды. Мен адамдарға ешқашан зиян келтірмедім. Мен жай ғана тапсырыс беруге шақырдым. Бастық үшін бәрі тым күрделі болды. Бірақ мен түсінгендей болдым. Ол тіпті роботтың машинаның заңдарды бұзу және қолдану мәселелерін қалай түсінетінін сұрады. Недтің бұған да жауабы болды. Бұл функцияларды роботтар көп жылдар бойы атқарып келеді. Жол ережесін бұзған адамдарға радар өлшегіштері үкім шығармай ма? Мас күйінде ұстаған полиция қызметкерінің гөрі мас болу дәрежесін өлшейтін робот өз міндеттерін жақсы атқарады. Бір кездері роботтарға тіпті кісі өлтіру мәселесін өздері шешуге рұқсат етілген. Роботтардың қызметтерін шектейтін заңдар қабылданғанға дейін барлық жерде автоматтық мылтық көздеу құрылғылары қолданылған. Кейіннен үлкен зениттік зеңбіректердің тәуелсіз батареялары пайда болды. Автоматты радар барлық ұшақтарды анықтады. Бірақ дұрыс сәйкестендіру сигналын жібере алмаған ұшақтар анықталды. Олардың бағыты есептелді. Автомат снарядтар, тасығыштар мен тиегіштер компьютермен басқарылатын зеңбіректерді шайқасқа дайындады. Робот оқ жаудырды. Недпен келіспеу мүмкін емес еді. Қарсылық тудырған жалғыз нәрсе оның колледж профессоры ретіндегі сөздік қоры болды. Сондықтан мен әңгіме тақырыбын өзгерттім. Бірақ робот полицейді алмастыра алмайды. Адам керек. Әрине бұл дұрыс, бірақ адам полиция қызметкерін ауыстыру полиция роботының міндеті емес. Мен бірінші кезекте полиция техникасының көптеген түрлерінің функцияларын орындаймын. Олардың іс-әрекеттерін біріктіремін және үнемі дайындықта боламын. Сонымен қатар мәжбүрлеу шаралары қолданылған жағдайда механикалық көмек көрсетемін. Адамды тұтқындаған кезде оның қолына кісен саласыз, бірақ маған бұйырса мен моральдық жауапкершілік көтермеймін. Бұл жағдайда мен жай ғана қол кісеншімін. Қолымды көтеріп роботтар легін үздім. Нед фактілер мен сандарға толу болды. Мен онымен дауласуға жол жоқ екенін түсіндім. Нед тұтқындау кезінде
ешқандай заң бұзылған жоқ, бұл анық. Бірақ кітаптарда жарияланған заңдардан басқа заңдар болды. Қытайлық жоға бұл ұнамайды, оған мүлдем ұнамайды, деді бастық. Джунгли заңы. Бұл заң кітаптарында болмаған. Атап айтқанда, бұл заң Найнпортта билік етті. Қалада ойын үйлері, жезөкшелер және ауызсу орындарының тұрғындары өте көп болды. Олардың барлығы қытайлық жоға хабарлады. Полиция да солай. Біз бәріміз оның жұдырығында болдық және оның жалақысында деуге болады. Алайда бұл олардың жұмысын түсіндіре алатын нәрселер емес еді. Дұрыс, бұл қытайлық жоға ұнамайды. Басында жаңғырық деп ойладым. Артымда біреуінің кіріп кеткенін түсіндім. Алекс есімді тіршілік иесі. 6 фут сүйек, бұлшықет және қиындық. Ол орындығына теңірек батқан бастыққа өтірік күлімсіреді. Қытайлық Джо, сен қызық, полицейлердің неге басқа адамдардың ісіне мұрнын салып, адамдарға тиісіп, жақсы сусындар бөтелкелеріне оқ атуға мәжбүр ететін түсіндіріп, біреуіңді қалайды. Ол әсіресе қожаға ашулы болды. Ол әңгімеден әбден тойғанын айтты. Енді сен... Мен робот жаңартылған кодекстің 46 бабының 19 тармағына сәйкес сізді қамауға алатын. Біз көзді ашып жұмғанша Нед Алексті тұтқындады да және осылайша біздің өлім туралы өздері ордерімізге қол қойды. Алекс баяу адам емес еді. Оны кім ұстап алғанын білу үшін бұрылып қараса, тапаншасын суырып алды. Робот оның қолындағы мылтықты жұлып алып, ол Недтің кеудесіне тіке атып үлгерді. Біз тұтқынға аузымызды ашпай қарадық. Нед тағы да айтыпты оқыды. Алант етемін, оның үні риза болды. Тұтқындалды. Питер Ракомский, аты Алекс Топор, Канал-Ситиде қарулы тонау және кісі өлтіруге оқталу үшін іздеуде. Сондай-ақ Детройт, Нью-Йорк және Манчестерде жергілікті полиция іздеуде. Мұнаны менен алып кет! Деп айқайлады Алекс. Біз мұны істейтін едік. Егер Бенни қоңыз атылған дыбысты естімегенде бәрі жақсы болар еді. Ол не болып жатқанын түсіну үшін есіктен басын тығып қойды. Алекс, олар Алекске тиіп кетті. Басы жоғалып кетті. Мен есікке қарай жүгірдім, бірақ Бенниге әлдеқашан көрінбей қалды. Қытайлық Джоның балдары қалаға әрқашан жұп болып жүреді. 10 минуттан кейін ол бәрін біледі. Оны тірке, деп бұйырдым мен Недке. Енді сен оны жіберсең де ештеңені өзгерте алмайсың. Дүниенің ақыры келді. Фетс ішке кірді, мұрынның астынан бірдеме деп көбірледі. Мені көріп бас бармағын есік жаққа қаратты. Не болды? Шортебе не бұл жерден өртеніп жатқан үйден кірді? Көлігімен көтеріле бергенде соғып кете жаздады. Содан кейін Фетс Алекстің қолдары кісендегенін көріп, бірден есінен танып қалды. Ол тура 1 секунд аузын ашып ойланып, шешім қабылдады. Толығымен нық жүрісімен ол бастыққа жақындады да полиция белгісін алдындағы үстелге қойды. Мен қартпын және полиция қызметкері болу үшін тым көп ішемін. Сондықтан мен полициядан кетемін. Егер мен білетін бір адам қол кісенде тұрса, мен мұнда бір күн тұрмаймын. Егер! Деп бастық қысылған тістерінің арасынан ауырып күбірледі. Сен батып бара жатқан кемеден қашып бара жатырсың. Егер! Хана! Деді Фетс және кетіп қалды. Енді бастық ештеңеге назар аудармады. Үстелден Фетстің төсбелгесін алғанымда ол қабақ шытпады. Мен мұны неге істегенімді білмеймін, бірақ әділ болады деп ойладым. Нед барлық тәртіпсіздікті бастады. Оның қалай тазартатын көргім келді. Оның кеуде тақтайшасына 2 сақина болды. Мен Бейдждің тереушінің соларға дәл келетіне таңдалған жоқпын. Енді сен нағыз полиция екенсің. Менің сөздерім сарказмның иісін сезінді. Мен роботтардың сарказмға сезімтал емес екенін білуім керек еді. Нед менің мәлімдемемді нақты қабылдады. Бұл мен үшін ғана емес, барлық роботтар атынан үлкен рахмет. Полиция алдындағы борышымды өтеу үшін бәрін жасаймын. Қалайыш киім киген батыр. Алексті тіркеген кезде оның ішіндегі кішкентай моторлардың қуаныштан гуілдегенін естисіз. Егер бәрі жаман болмаса, мен бұл көріністен ләззат алар едім. Нед бүкіл Найнпорт учаскесіне бұрын сонды болмаған полиция жабдықтармен жабдықталған. Оның жамбасынан сия төсемі шықты. Ол картада іздерін қалдырмас бұрын Алекстің саусақтарын ептілікпен, содан кейін ол тұтқынға алынған адамды қолының ұзындығынан итеріп жіберді. Ішін бірдеңе шертті. Нед Алекстің профилін айналдырды және жарықшыдан 2 сурет түсті. Оларға қамауға алу туралы мәліметтер және осынан ұқсас мәліметтер жазылған карточка тіркелді. Нед әрекетін жалғастырды. Мен өзімді кетуге мәжбүр еттім. Ойланатын маңызды нәрселер болды. Қалай тірі қалу керек сияқты. Бірдеме ойлайсың ба, бастық? Жауап ретінде ек ыңырсыған дауыс естілді.
Мен бастықты ренжіткен жоқпын. Содан кейін Билли, біздің полиция бөлімшесінің қалған бөлігі келді. Мен оған жағдайды қысқаша баяндадым. Не ақмақтықтан, әлде батылдықтан ба ол қалуды шешті. Мен баламен мақтандым. Нед тұтқынды кілт пен құлыптың астына қойып, жинастыруға кірісті. Дәл осы кезде қытайлық Джо ішке кірді. Біз оның пайда болуын күткенімізбен бәрібір бізді таң қалдырды. Ол өзіммен бірге бейсболшылар командасы сияқты есіктің айналасындағы жиналып қалған қатыгез бұзақылар тобына келді. Қытайлық Джо ұзын мандарин халатының жеңіне қолын тығып алдында тұрды. Оның азиат жүзі жайбарақат еді. Ол бізбен сөйлесіп уақыт жоғалтпай бір жігітке сөз берді. Өрінді тазала. Жаңа полиция бастығы жақында келеді, мен мұнда қоқыс ілулі тұрғанын қаламаймын. Мен ашуландым. Мен пара алуды ұнататын шығармын, бірақ мен әлі де полицеймін. Менің айлығымды төлейтін әлде бір арзан бұзақы емес. Мені қытайлық Джоның мінезі да қызықтырды. Мен бұған дейін оның кілтін табуға тырыстым, бірақ ештеңе таба алмадым. Қызығушылық әлі күнге дейін мені тастаған жоқ. Нед, вискоза халат киген Қытай жігітіне мұқият қарап, оның кім екенін айт. Бұл электроника тез жұмыс істейді. Нед оны бірнеше апта бойы репетициялағандай бірден жауап берді. Бұл терісінің табиғи сарғыштығын пайдаланып бояумен түсін күшейтетін псевдоазиялық. Ол қытайлық емес. Көзіне ота жасалды, тырғақтары әлі көрініп тұр. Бұл оның шынайы келбетін жасыру үшін жасалғаны сөзсіз, бірақ оны құлағының және басқа белгілердің бертильон өлшемі оны анықтауға мүмкіндік береді. Оны халықаралық полиция жедел істеруде. Шын есімі? Қытайлық Джо қатты ашуланды. Бұл себепсіз. Мына қаңылтыр дауыс зорайтқыш. Естіген біз, соны да шештік. Жиналғандар артқа қарай жылжып, бөлмені жинастырды. Мен есік алдында бір тізерлеп отырып, базуканы көздеп тұрған жігітті көрдім. Ол танкке қарсы арнайы зымырандармен атқысы келетін шығар. Ол триггерді басқанға дейін осыны ойлап үлгердім. Мүмкін мұндай зымыран танкты құлатар, бірақ робот емес. Полиция роботы кем дегенде. Нед шалқайып кетті және артқы қабырға бөліктерге бөлініп кетті. Екінші ату болған жоқ. Нед ескі мыжылған су төгетін түтікке ұқсағанша мылтық ұңғысын қолымен жауып тұрды. Содан кейін Билли полиция бөлімшесінде базука атып жатқан ер адам заңды бұзып жатыр деп шешті де ол таяқшасын қолданды. Мен оған қосылдым, өйткені мен қызықтан бас тартқым келмеді. Нед өзін төменде бір жерде тапты, бірақ мен оның өзін қорғайтынына сенімді болдым. Бірнеше күңгірт оқтар естіліп, біреу айғайлады. Одан кейін ешкім оқ жаудырмады, өйткені біз ұсақ түйекпен бітті. Бруклин Эдди есімді бұзақы менің басымнан тапаншаның дүмімен ұрды. Мен оның мұрнын қанладым. Осыдан кейін бәрі туманға оранғандай болды. Бірақ төбелестің біраз уақытқа созылғаны жақсы есімде. Туман сейілгенде мен ғана тұрғанымды түсіндім. Дәлірек айтқанда мен қабырғаға сүйендім. Сүйенетін бірдеңе болғаны жақсы болды. Нед ұрып соққан Бруклин Эддиді құшақтап есіктен өтті. Мен оны осылай аяқтадым деп ойлағым келді. Едігенің білегіне кісен салынды. Нед оны абайлап басқа бұзақылардың мәйіттердің жанына қойды. Мен кенет барлығының қолдары селінделгенін байқадым. Нед қажетінше қол кісен жасады ма, әлде оның қуыс аяғында жақсы қор бар ма деп ойладым. Менен бірнеше қадам жерде орындық көрдім. Мен отырдым және өзімді жақсы сезіндім. Айналаның бір қанға боялған, ал кейбір бұзақылар ыңылдамағанда, мен оларды өлік деп ойлайтын едім. Кенет мен нағыз мәйітті байқадым. Оқ ер адамның кеудесіне тиіп төгілген қанның көбі оныкі. Нед денелерді аралап, Биллиді шығарып алды. Ол есінен танып қалды. Оның жүзіне кең күлкі мұздап, жұдырығында таяқтың аяншы қалдықтары қысылды. Кейбір адамдарға бақытты болу үшін өте аз нәрсе қажет. Оқ оны аяғына тиді. Тіпті Нед шалбарының аяғын жыртып, таңып тастаса да қозғалмады. Нед өзін өзі жариялаған қытайлық Джо және басқа адамдар көліктеу жүгірді. Сен алаңдатпа, дедім мен күш салып. Ол бізді тастап кетпейді. Сонда ғана бастықтың әлі де тәртіпсіздік басталған кезде отырған қалпына креслода отырғанын түсіндім. Барлығы бірдей жоқ көзқараспен. Мен онымен сөйлесе бастағанда ғана Найнпорт полициясының басшысы Алонсо Крейгтің қайтыс болғанын түсіндім. Бір оқпен өлтірілді. Кішкентай тапаншадан. Оқ оның жүрегінен өтіп, киіміне қан сіңіп кетті. Мылтықты кім атқанын жақсы білдім. Кең Қытай жеңдеріне жасыруға ыңғайлы шағын тапанша. Шаршаумен мастық қолмен кеткендей жоғалды. Тек ашу ғана қалды. Бастық әлемдегі ең ақылды және ең адал адам болмасын. Бірақ ол жақсырақ тағдырға лайық еді. Жолда жүргенін елестеткен бір тиынсыз гангстер келесі әлемге жіберді. Мен бірден маңызды шешім қабылдауым керек екенін түсіндім.
Бейли жұмыстан шықты, Фэтс қашып кетті, ал Найнпорт полициясынан мен ғана қалдым. Бұл тығырықтан шығу үшін маған тоқтамай есіктен шығып кету ғана қалды. Ал мен салыстырмалы түрде қауіпсіз болар едім. Нед қасында зылдап бұзақыларды жинап камераларына апарды. Мен шешімме не әсер еткенін білмеймін. Мүмкін Недтің көгілдір арқасы оның көз алдында көруіні болар. Әлде мен жалтарудан шаршадым ба? Мен бұл шешімге іштей дайындалдым. Мен бастықтың алтын белгісін абайлап шешіп алдым да оның ескі төс белгімнің орнына жапсырдым. Найнпорт полиция бастығы, деді мен ешкімге үндемей. Иә, сэр, деді Нед қасынан өтіп бара жатып. Ол тұтқынды еденге түсіріп, сәлем берді де жұмысқа қайта кірісті. Мен де оған сәлем бердім. Аурухана көлігі жаралылар мен өлгендермен бірге жүрді. Мен тәртіп сақшылардың қызық көзқарастарын елемедім. Дәрігер басымды таңған сол бәрі орнына түсті. Нед еден жуды. Мен 5 аспиринді жұтып қойдым да, жүрегім дүрсілдеп соғуын тоқтатып, ары қарай не істеу керектігін ойлануымды күттім. Ойымды жинақтай келе екі пісір болмайтынымды түсіндім. Бұл анық, шешім тапаншаны қайта оқтап жатқанда ойыма келді. Қол кісендеріңді толықтыр, Нед, біз барамыз. Кез келген жақсы полицей сияқты ол сұрақ қоймады. Кетерімде есікті құлыптап кілтті бердім. Кешке қарай Найнпортта сенен басқа полиция қызметкері қалмауы әбден мүмкін. Мен қытайлық Джоның үйіне барынша баяу жол тарттым. Мен жағдайдан шығудың басқа жолын табуға тырыстым. Ол жоқ еді. Кісі өлтірілді, және Джо жауапқа тартылуы керек еді. Ал бұл үшін оны қамауға алу керек. Сақтық үшін мен бұрышқа тоқтадым да Недке қысқаша нұсқау бердім. Бұл бар мен ұрлар ұясы. Сен маған оның кім екенін айтқанша біз қытайлық Джо деп атайтын біреудің ерекше меншігі. Жеттім, шаршадым. Біз ішке кіріп Джоны тауып, оны жауапқа тартуымыз керек. Ұқтың ба? Түсінемін, деп жауап берді Нед құрғақ профессорлық үнімен. Бірақ оны қазір үйден сол көлікпен кетіп бара жатқанда оның қайтып келуін күтпей қамауға алу оңай емес пе еді. Көлік шеткі көшеде сағатына 60 миль жылдамдықпен келе жатты. Ол қасымыздан өтіп бара жатып артқы орындықта отырған Джоны көрдім. Оларды тоқтат! Мен рөлде отырғандық негізінен өзіме айқайладым. Мен бір уақытта газды басып, беріліс тетігін тарттым, бірақ мағынасы болмады. Нед оларды тоқтатты. Мен жылауым бұйрық сияқты болды. Нед басын шығарды. Мен жабдықтың көпшілігі неге оның денесіне орнатылған деп түсіндім. Мүмкін миыда бар шығар. Әрине, басында аз орын қалды, өйткені онда мұндай мылтық жасырылған. 70 мм кері винтовка. Мұрны бар жерді жауып тұрған табақ жан жаққа сырғып, үлкен ауыз пайда болды. Жақсы жасалды, егер сіз бұл туралы ойласаңыз. Оңай көздеу үшін көздің дәл ортасында. Мылтық жоғары орналастырылған. Оның артына шығудың қажеті жоқ. Бум-бум! Мен саңырау болып қала жаздадым. Әрине, Нед тамаша кадр болды. Егер менде мидың орнына компьютер болса, менде тамаша болар едім. Арты беткейлерді жойып жіберді де, тротуарды жағалай шашырған көлік тоқтады. Мен ақырын шығып кеттім, ал Нед спринт жылдамдығымен алға ұмытылды. Бұл жолы олар қашуға тырыспады. Недтің екі көзінің арасында мылтық түтіндеген аузын көргенде олардың батылдығының қалдықтары жоғалып кетті. Роботтар бұл мәселеде сақтық танытады және шамасы ол шығыңқы зеңбіректі әдейі алып тастамаған. Олар робот мектебінде психология сабағын алатыны көрінеді. Көлікте 3 адам отырды. Барлығы ковбой фильмінің соңғы кадрдағындай қолдарын жоғары көтерді. Көліктің едені қызық чемодандармен жабылған. Ешкім қарсылық көрсеткен жоқ. Нед маған Джоның шын аты Стентин екенін және ол Эльмирада электрлік орындыққа отырғызуын күтіп отырғанын айтқанда, қытайлық Джо күңкілдеді. Мен Джо Стентинге сол күні оны орнына жеткізуге қуаныштымын деп уәде бердім. Жергілікті биліктің көмегімен жазадан жалтырап қалмасын. Қалғандары Канал Ситиде сотталады. Бұл өте қарбалас күн болды. Содан бері тыныштық орнады. Билли ауруханадан шықты және менің сержанттық жолақтарымды киіп алған. Тіпті Фэтста қайтып оралды. Бірақ қазір ол анда-санда байсалды және менімен көз тиюден аулақ. Біздің қаламыз тыныш қала емес, адал да болып кеткендіктен біздің шаруамыз аз. Нед түнде қаланы күзетеді, ал күндіз зертханада жұмыс істеп құжаттарды толтырады. Бұл ережеге қайшы болуы мүмкін, бірақ Нед оған мән бермейтін сияқты. Ол оқтың барлық заттарын жауып, белгішені үздіксіз жылтыратады. Робот бақытты бола ала ма? Білмеймін, бірақ Нед бақытты сияқты. Мен ант ете аламын. Ол кейде мұрнының астынан бірдеңе ызылдайды. Бірақ әрине, шу шығаратын қозғалтқыштар мен басқа механизмдер.
Ойлап қарасаңыз, біз роботты толыққанды полиция қызметкеріне айналдырып, прецедент орнатқан шығармыз. Әлі зауыттан ешкім келген жоқ. Біз біріншіміз бе, жоқ па білмеймін. Мен тағы бірдеңе айтайын. Мен бұл қираған қалада мәңгі қалмаймын. Жаңа қызмет іздеп жүріп біреуге хат жазып қойғанмын. Сондықтан кейбіреулер мен кеткеннен кейін олардың жаңа полиция бастығы кім болатынын білгенде қатты таңғалады.